Өмір туралы қанатты сөздер. Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп, өмір өзен ағысын өзгертпейді. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Өмір теңіз, тағдыр кеме, ал кемең суға батпас үшін өзің капитан болуың керек. Әр адамның өмірде бақытты және бақытсыз болуы, табысты және табыссыз болуы өз қолында. Тіршіліктің әр күні ләззат, шаттық, оны кей пенде сезінеді, кей пенде сезінбейді. Тіршіліктің әр күнінде бақыт деп сана. Биікке өрле, өмірдің ақ жолында, алға бастар өмірің өз қолыңда. Өмір атты ойында өмір заңдылықтарын білмеу ақмақтық пен надандықтан, ақиқаттың нағыз бостандық береді, еркіндік сыйлайды. Әркім әрдайым өз өмірін жақсартқысы келеді. Өмірі сол жақсыға жеткеннен кейін одан сайын жақсартқысы келеді. Түпкі мақсаты бір тұтас болу емес. Өзімізді бір орында ұстап тұрған жалғыз адам өзіміз ғана. Өз арман мақсаттарымыздың бетін қайтарып жатқан өзіміз ғана. Өз бағымызды байлап жатқан. Жазушының бір ғана қабілеті бар. Ол өмірдегі шындықты көзімен көріп, оны нағыз шебердей суреттейді. Қалғандары 200 адамның тірлігі ғана. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарымен жөнімен таңдай білетін адам. Оқы және үйрен. Маңызды кітаптарды оқы. Қалғаны өмірдің өзі түсіндіріп береді. Өмірде кездесетін әр қиындықтың бір қуанышы болатынын ұмытпаған жөн. Барлық тамаша кітап бір-біріне ұқсас келеді, себебі олар өмірден шынайы. Кейде бір жамандықтан кейін екінші жамандық күтіп тұрады, алайда оған бола өмірден түңілудің керегі жоқ. Әлі алда талай тамаша күн туатынына сеніңіз. Өткен іске өкінбеу керек. Өмірден алған соққылардың бәрі маңызды емес. Маңыздысы біздің еш нәрсеге мойымай, алға қарай ұмтылып өмір сүру. Ақылы адам, асылы адам, өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлап бояуға, оған ажар түр беруге, оны әшекейлеп өрнектеуге еңбек етеді. Біз құс сияқты аспанда ұшуды және балық сияқты суда жүзуді үйрендік. Енді адам сияқты жердің бетінде өмір сүру үйрену қалды.